Аграрлы экономикалық институтының ұстаздары инновациялық технологияларды меңгерген, еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды дайындауға үлкен мән береді. Сондықтан институттың ғылыми білім беру инфрақұрылымы жақсы дамып келеді. Оқытушылар құрамы да мықты. Оқу ордасында бүгінде 5 ғылыми зерттеу зертханасы жұмыс істеп тұр. Институттың ғалымдары бәрі қазір келешекте жаңағындай жобалар жасап жатыр. Жобаларға қатысуға уже темалар дайындап қойды. Бұл жобалардың барлығы жоғарыдағы ауыл шаруашылық министрлігінің тапсырмасына байланысты, болмаса жаңағы ғылым білім министрлігі тапсырмасы болса, сол жобаларды біздер уже тапсырып, енді олар бәрі өтсе, сол жобамен ғылымды істейміз. Оны бұрындары Назарбаев өзің президентіміз академияның президентімен кездескенде айтқан, қазір ғылым жаңа тек қана ауыл шаруашылығымен шұғылданатын зерттеулер университеттер болу керек деген. Сол үшін біздің университеттің ең негізгі талабы осы тек диплом беріп қоймай, ауыл шаруашылығына жарамды ғалымдар мен ғылыммен шұғылданатын мамандарды дайындау болып тұр. Институт ғалымдарының айтуынша, ел экономикасының аграрлы саласындағы түйткілді мәселелері оқу орнының жұмысына үлкен әсер етеді. Сондықтан студенттерге сапалы білім беріп, олардың бойындағы ғылымға деген құлшыныстарын арттыруға тырысады. Бұл олардың болашақта бәсекеге қабілетті болуына көп септігін тигізері сөзсіз. Сапалы мамандар даярлау енді теориялық білім беріп қана қоймай, практикалық білім беру үшін біз өнеркәсіп, аграрлық өнеркәсіптер мен кәсіпорындармен тығыз байланыстамыз. Оның ішінде мынау Көкшетау сүт заводында біз филиалымыз бар, аптасына бір рет сабақ оқытамыз, практикалық сабақтар. Және де мынау Бурабай ауданындағы Есіл агро жауапкершілігі шектеу серіктестігінің сүт комплексында студенттеріміз практикалық сабақ өткізеді, және практикаға жібереміз тәжірибеге. Оның ішінде университетімізде мынау оқу өндірістік кешені бар, элит деген. Сонда мал шаруашылығымен айналысады. Сондықтан сол балалар, студенттер негізінен тек теориялық қана білім алып қоймай, практикалық та білім беріп жатырмыз. Сөйтіп, аграрлы институттың басым бағыттарының бірі бұл елбасы жолдауында айтылған міндеттерді жүзеге асыру болып табылады. Айта кетейік, ғылыми зерттеулерге бөлінетін қаржы көлемі биыл республика бойынша 66 миллиард теңгені құрайды. Оның 6,9 миллиарды ауыл шаруашылығы ғылымына тиесілі. Бибінұр Амырханқызы, Сәния Дырысова, Данияр Жұмағұлов, Көкше ақпарат.